Баршаңызға сәлем. Помидорды қалай қысқа дайындау керектігін көрсетемін. Дәл осылай пакетке ыңғайлап салып қоюға болады. Қыста тамақ жасағанда осындай дана-дана помидорларды қосып, тамақ жасасаңыз өте дәмді болып шығады. Ол үшін помидорды жуып тазалап, суын сырғытып аламыз. Дөңгелектеп, тақтайшамызға қойып, барлығын кесіп, пакеттің үстіне жайып шығамыз. Қыста тамақ жасағанда тамаққа қосуға ыңғайлы етіп турап аламыз. Мен дөңгелектеп осылай турап алдым. Оның барлығын холодильниктің листіне салып, оның үстіне пакет қойып, оның үстіне тағы да помидор қосып, барлығын бірінің үстіне бірін қойып, реттеп қойып шықтым. Енді морозильникке 1-2 сағатқа қатырып аламыз. Міне дәл осылай помидорымыз қатты. Енді оны пакетке ыңғайлап салып, реттейміз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша пакеттерге салып қойсаңыз болады. Енді морозильникте қыс бойы осылай тұрады. Қалаған кезіңізде алып, тамаққа қосып, ас әзірлесеңіз өте керемет болып шығады. Сіз үшін пайдалы болса, тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз.